Еңбек қана адам баласының бойындағы жаман әдетті жояды, деп әжем де әке шешімін мақұлдағанды. Алдаш Алматыда көп тұрақтамады. Қалай аяқ асты кетті, солай аяқ асты оралды. Қыстың қысқа күндерінің бірі еді. Қорадағы аз ғана ірі қара мен ұсақ малдың астын тазалап болып, түнде жауған қарды күреп жатқам. Аулаға сау етіп, бір қызыл жағалы келе қалды. «Ей, Батыр, мынау Жолжақсынов Алдаштың үйі ме?» деді. Бірден полиция екенін білгенім жоқ. Я дегендей басымды изеп, «Апа, бізге Алдаш ағаммен соғысқан бір ағай келді», деп үйге айғайлап кіріп бардым. Өкінішке қарай, шақырылмаған қонағымыз Алдаштың ешқандай да майдандас досы болмай шықты. Үйдегі үлкендерге балаларының Алматыда жасаған қылмысын қысқа нұсқа баяндап, ағамның қолына кісен салды. Менің түсінгенім, ағам қалада бір мейрамханада бір топ болып төбелескен. Қарсы жақтан екі жігіттің басы жарылып, аяқ қолы сынған. Бұнымен қоса тағы біреуі ауруханаға түсіпті. Бірақ оның жағдайы тіптен ауыр көрінеді. Жансақтау бөлімінде екен. Бауырымның серіктері оқиға болған күннің ертеңінде ұсталып, төбелесті бастаған Алдаш деп бәр кінәні ағама жауыпты. Екі шешем кісі өлгендей айғайлап дауыс шығарды. Бұны естіген көрші қолаң шыдап тұрсын ба? Өкпелерін қолдарын алып, оларда жетті. Өткендегі түсім жаман еді. Содан кейін сол көзімде тартқан. Бәсе, бір жамандықтың боларын мен сезгем. Жетпейгір-ай, бұл білдірмесе тыныш жүре ме деп шешем ойбайға басты. Ақ қарасын Құдай біледі. Алдашымның жазығы жоқ деп, әжем немересіне шаң жуытқысы келмейді. Мен не істерімді білмей абдырап қалдым. Тез арада өз-өзіме келіп, тысқа шыққандардың ізінен түстім. «Милиция ағай, көкешімді жіберіңіз. Ол ешкімге зияны жоқ, жақсы адам». Көзімнің жасын тия алмастан сүрініп қабынып кеп, бұжыр бет дәу қара милицияға жармастым. «Ей, Батыр, жылағаның не? Үлкен жігіт жылай ма? Жібере салыңызшы, мен сізге өзімнің қоңыр бұзауымды берем». Милиция қызметкері маған не етерін білмей тосылып қалды да, «Ініңмен өзің сөйлес», дегендей ағама көзбен бұйырып, қолын кісеннен босатты. «Кетпеші», Алдашты бас салып, қойнына кіріп кеттім. «Жылама енді, болды. Мына ағамыздың сөзінің жаны бар. Жігіт емессің бе?» деп милицияны нұсқады. Ондағысы бұл кісінің маған жаманшылығы жоқ, алаңдама дегенді білдіргісі келсе керек. Сорамды ағызып, кемсеңдеуімді сонда да қоя алатын емеспін. «2-3 күннен кейін қайтып келем. Үйге бара ғой», деді жылы жымиып. Шынба дегендей ағамның айдаушысына қарадым. Ол басын изеп, ағамды асықтыра алдына салып алып кетті. Көріп тұрмын, қайтып кісенін қолына салмады. Демек ағам қылмыскер емес. Оның оралатынына сендім. Асыға күттім. Анам ағамды түрмеден босатып алу үшін Алматыға бір емес 5-6 рет барды. Әр келген сайын әкемнің бетінен алып, «Алдаш, алғаш көрген қызығың емес пе? Саусағыңның ұшында қимылдатпадың ғой», деп назаланатын. Ер азамат қолымен істегенді мойнымен көтерсін. Ауғаннан өлмей тірі келді. Түрмеде біреу өлтіреді деймісің? Қайта ақылы кіріп, адам болып шығатын шығар. Әжем болса, «Баш, ондай жаман сөз айтпа. Түрмеден адам боп шыққан ешкім жоқ. Керісінше қаны бұзылады», деп бәйек түсті. Ақыры Алдаш ағам 3 ай дегенде абақтыдан босап шықты. Қорадағы 2 сиырдың ноқтасы бос қалып, 5-6 қой бауырымның бостандық жолында пышаққа түсті. Бұнымен әжесінің баласының тентектігі басылған жоқ. Ауылдың стоматолог атанды. Той-томалақ болған сайын төбелестің арасында жүріп, бір тіс қағып келеді. Әкем бір тіске бір қой беріп,
Шешем мен әжем болса, әлгі тісі түскен бейбақтың алдынан кешірім сұрап өтеді. Әкем, есті ұл әке малына мал қосам деп талпынады. Мынау бір жатып шер мал шашар болды деп ашуланатын. Жарайды, өз балаңды өзегіңнен тебесің бе? Оның жүйке жүйесі дұрыс емес. 18 жасында от кешті. Соғыста болды ғой. Қан көрген оңай деймісің? Сол Ауғанстаннан бұзылып келді. Миы содан ауып кеткен ғой, деп шешем араша түсетін. Абақтыға тамақ тасып, сот пен прокуратура арасында сандалған мехнатын ұмытып кететін. Қайдағы соғыс, деуші еді әкем жылып алғандай. Сосын даусын бәсеңдете. Айғыз-ау, мына көшенің басындағы Әнуарбек шал соғыстың көкесін көрген. Сталинград түбіндегі қан қасапта болған. Одан тұтқынға түсіп, немістің концлагерінде жатты. Немістің тозағынан аман шықтым-ау дегенде коммунистер түрмеге тоғытқан. Сталин өлгенде барып, аяқ қолы шынжырдан босаған. Келіп еңбекке араласты. Отбасын құрып, совхоздың бар кезінде озат жопан атанғанын білесің. Қазірдің өзінде зейнетақысымен бір қоралы жанды бағып қағып отыр. Жынданса, сол шал жынданып кетпеді ме? Сенің балаң оның көргенінің бірінде көрген жоқ. Біздің ардагердің жауапкершілігі жоқ. Көк жалқау. Барлық мәселе осы деп барып басылатын. Әкемнің осы салыстыруы шешемнің езуіне күлкі ұялатып, біздің ардагер-ай деп уақытша болса да әкейдің айтқанына келсетін. Біз де Қамар екеуміз шықылықтай жөнелеміз. Осылайша өткенді ойша шолып отырем. Шешемнің даусы шықты. Сондай бұйрықты раймен. Қараш, бар, қатыныңды шақыр. Қанша ақша жиналыпты, санайық. Лекерді сырттап, Айнұр шешем үшеуміз сықырлатып ақшаны санап отырмыз. Жолдас Жораның әкеңе Құран оқыт деп бергенін де қалтадан шығарып ортаға салдым. Бас аяғы 550 мың теңге екен деп, анам қол орамалына бір бума құнды қағазды орады. Қанша дейсіз деп қасымызға таянған лекер Айнұр қолындағы тізімді оқи бастады. Құрман 2000 теңге, көрші Бауыржан 3,5 теңге, Берікбол аға 7000 теңге. Сонау Жезқазғаннан келіп, бар жоғы 7,000 алып келген бе? Әпкем жақтырмай мұрнын тыржитты. Адамдардың есімімен түрлі сандар жазылған 2 парақ бетке төне түсіп, қалта телефонындағы калькуляторды да іске қосқан. Есеп шығаруға кіріскен адамдай түрі байсал тартқан. Айнұр қайынбикесінің бұл мінезіне тіксініп қалды. Менің Азат қайнағам мен Сайра қайынбикем 50 мыңнан алып келгенін абысыным айтқан. Олар тізімде жоқ, деді лекер әйеліме сұраулы жүзбен қарап. Анама берген шығар, мендегісі осы. Айнұр қысқа қайырды. Кісі өліп жатқанда кімнің не бергені есте жоқ. Өзімнің басымда айналып кетті. Қарашқа берген шығармын, деп ақталғандай қалтасын ақтара бастады. Сосын басын тіктеп алып Айнұрға. Әлде сен? Мен сасқанымнан әйеліме қараппын. Оның өңі қашып, көзі жасаурап кетті. Біреу бір жеріне біз сұғып алғандай шешем баж ете түсті. Әй, өзіме де обал жоқ. Бағана ақ қыз Құдай-ау ақшаны келінге жинатып, кердеңдетіп қойғаның не, деп еді. Біліп айтқан екен ғой. Бәсе, келген елдің қарасы көп. Қалай аз ақша жиналды? Сен қатын біразын төркініңе берген шығарсың. Лекер, ол да мүмкін дегендей көзімен шеше сөзін қостады. Айнұр бұдан ары шыдай алмай көз жасын сығымдап алды. Апа, не айтып отырсыз? Бір тиында алғаным жоқ. Жалған айтсам, атамның аруағы атсын. Бетін басқан күйі тысқа қарай беттеді. Тоқташы, Айнұр, тоқташы. Мен де далаға атылдым. Апамды білесің ғой, ойланбай аузына келгенін айта салады.
кейін ол сөз үшін өкінеді. Қойшы, деді Айнұр даусы қатқыл шығып. Үнемі сол. Мен де ет пен теріден жаралғанмын. Көңіліне келеді деп ойламайды. Атам өлген күні түн жарымда ыдыс-аяқ жуып жатып жылағам. Қатты жылағам. Енді мені үйде жақтайтын, қорғаштайтын атам жоқ деп жылағам. Мен бармын ғой, деп айтпақ болғанымды сезді ме? Ал сен мені қорғай алмайсың. Анаңа түк те айта алмайсың. Мен саған қарсы шық демеймін. Айтқанда емеспін. Айтпаймын да. Бар жоғы шындықты айтуды қалаймын. Ашуы басылғанда сөйлесем дейсің де, аяғын сиыр құйымшақтатып жібересің. Біздің үйдің шаруасына араласпаңдар деп әпкелеріңе де айта алмайсың. Үндемей құтылып, қайтадан ішке кірдім. Апам мен Лекер саусақтарын түкіріктеп қойып, бір бума теңгені санап болып қалыпты. Жиналыс жоқ. 550 мың теңге деп бір-біріне қарады. Сосын: не болды? Қатынның артынан тұра жүгіріп кетіп қалады деп қорықтың ба? Шешем оқты көзін маған қадады. Жүріңіздер, шай ішейік. Бауырсақ пісіріп, ішек қарын аршып, көмектескен көршілерге арналған дастархан жайылыпты, деймін ұрыс керістен бойымды ала қашып. Қатының мен ішпеймін шайларыңды. Құдай біледі, 200 мыңдай ақшаны қатының алып алды. Өй бір ынжық сорлы. Елдің ұлдары әйелдеріне айтқандарын істетіп қатты ұстайды. Бұл жетпегір Айнұрды көрсе, аузы ашылып, мәмеңкілеп қалады. Менен жауап болмаған соң апам Лекерге бұрылды. Аға әпкелерім бір тиында қосқан жоқ. Барлығын мен жасап жатырмын деп бұртиып жүрген. Мен бәрін көзінен оқимын. Бұл қарабеттің қанына қалай татқана, анау марқұм әкесіндей іші тар, арам бұның. Жақ ашпастан бөлмеден шықтым. Ақсуда қаңғып жүрген жерінен алып келіп, Алматыда оқытып, адам қылған әпкелерің болатын. Ал Хашакең емес. Шешемнің даусы далаға шыға берістегі ауыз үйдің табалдырығына аяғым тигенде де құлағыма жетіп жатты. Теңселіп тысқа да жеттім-ау. Жан дүнием өңірейіп, көңілім құлазып кетті. Қора жаққа барам, көшеге шығам, өзімді қоярға жер табар емеспін. Біраз сенделіп барып, аула сыртындағы орындықта отырған Алдаш ағамның қасына барып тізе бүктім. Екі иығының ортасына басын жасырып, будақтатып отыр. Мен де езуіме бір талшылымды қыстырдым. Мұрныма темекі түтіні мен арақ араласқан жағымсыз иіс келді. Ауғанстанда әр қадам сайын бізді ажал күтіп тұратын. Қаңғыған бір қорғасын оқ шыбын жаныңды алуы әбден мүмкін еді. Мені тыңда дегендей бауырым маған тесіле қарады. Тыңдап отыр екенсің ғой дегендей басын қайта төмен салып сөйлеп кетті. Жастық қой, өліммен қорқу дегенді білмейтінбіз. Дұшпанның қару жарақ тасынған керуенін жою үшін қаншама жорыққа шықтым. Қаншама жігіттің ауған даласында сүйегі қалғанын мына майдандағы екі көзбен көрдім емес пе? Я, сол кезде Алдаш астыңғы ернін тістеп, өзіміз отырған ағаш орындықты жұдырығымен бір соқты. Тағы да темекіге қол созып сөзін жалғады. Қараш, бұл жолы ажалдан қатты қорықтым. Әкеміз ешқашан да өлмейтіндей көрінуші еді. Барлығы аяқ астынан екен-ау. Ойлашы, енді шешем де өліп қалуы мүмкін ғой. Қарттықтың келгені, ажалдың таянғаны деген сөз. Әкем өлмей, оның орнына мен өлуім керек еді. Егер де әкеңнің орнына өміріңді бер десе, ойланбастан кеудемдегі жанымды суырып беререм. Соңғы сөзі сенімді шыққан Алдаш иығын көтеріп, артындағы қашаға сүйенді. Сен не айтасың деп сөз кезегін маған бергендей. Тірлік атаулыдан хабар беріп тұрған Алдаштың даусы болса керек. Айнала жым-жырт бола қалған. Тек еңкейіп бара жатқан күннің ұясына батқысы жоқ сияқты.
Былай отыра берсем мені иектеген мұң зіл батпан боп еңсемді тіптен езіп жіберетіндей. Үнсіздіктен қашып тұруға ыңғайландым. Мұны сезген Алдаш: «Дүкенге барып келші», деді. Жауабымды күтпестен: «Бір қорап шылым, 2 бөтелке сыра ал. Тек шешем байқап қоймасын». Сөз соңын өтінішпен түйіндеп тастады. 2 бөтелке сыра ал. Шешем байқап қалмасын деме? Әкем болса, шешең байқап қоймасын, бір сипушкаға ақша тастап кетші деуші еді. Шешемнің айтуынша, әкем менің өміріме келуімді ұзақ күтіпті. Алдаш әже баласы атанғансын, өзі өбіп қағатын, армансыз еркелетіп, шаршағанда мауқын басатын ұл баланы аңсаған. Саған дейін 5 қыз таптым. Біреуі 5 айлық кезінде суық тиіп шетінеп кетті. 3-ші әпкеңе аяғым ауыр болғанда: «Шар тиіп отырсын қарашы, тағы да қыз табасың», деп әкең боқтайтын. Жаспын ғой, ұл таба алмағаныма өзімді кінәлап, түн баласы кірпіктерім айқаспай жылап ұйықтамаушы едім. 5-ші қыз Қамарды туғанымда медбикелер ауыстырып қойған. «Сен неге балаға ие бола алмадың? Менің ұлым қайда?» деп перзентханада шу көтеріп, мені аямай сабап еді. Ішіп алып шығарып жүргені ғой дегенімен, артынша осының есі ауысып кеткен жоқ па деп уайым жегем. Ақыры әкеңнің таяғын жеп, боқтығын естіп жүріп, сені мына жарық дүниеге алып келдім. Я, жас күнімде таяқты жедім. Қазақта таяқ жемеген қатын жоқ шығар. Кейін ғой ішіп алып, есімді ала берген соң тартып жіберетін болдым. Сенің шілдеханаңа әкең қоңырдан бір жылқыны әкеп, бірақ жықты. Күн демей, түн демей ішті. Ұлым 40-нан шыққасын қоям деді. Сосын 1 жасқа толсын, мектепке барсын, мектеп бітірсін, аузыма алмайым деп ант су ішті. Міне, сенің ұлыңды сүйіп отыр. Қоятын түрі жоқ. Алдаш айтпақшы, өлгенде қояды, өлгенде. Әкем тысқа қандайда бір шаруа жасамақ болып шығып кеткенде, шешей осылай өткеннен сыр шертіп отыратын. Біздің дастархан басындағы ұзақ әңгіме әкеме ұнамайтынды. Артынша анама: «Ұлың екеуің мені жамандадыңдар ма?» деп тықақтаушы еді жарықтық. Бастауыш сыныпта оқып жүргенімде әкемнің қат-тараққа салынғанын көрмедім. Бос уақытында қолына қалың кітаптарды алып оқып отыратын. Шамасы үйдегі барлық кітапты тауысып тастаған-ау. Совхоздың кітапханасына аптасына 1 рет баратынды. Мені тастамай қасына ертіп алатын. Кітапхананың босағасына аттағаннан қасындағы ұлы барын ұмытып, кітаптардың бетін көп парақтайды. Кейде оқып кетеді. Қысқасы, біз ол жерде ұзақ жүретінбіз. Әке іс-әрекетін қызықтап жүріп, оның жасағанын қайталаймын. Көбіне көп мен ертегі кітаптардың суреттерін тамашалап кететінмін. Әкем ұзақ таңдап жүріп, 3-4 кітапты жаздырып алады. Мен де кітапханадан бос қайтпай, үлкен 4 батыр деген сұр кітапты қолтықтап шығушы едім. Көшеде кезігіп қалған жұрт әкеме иіле сәлем беріп бір-біріне: «Ыбекең совхоздың кітапханасын 2-ші қайтара оқып жатыр-ау. Ресейден роман газета журналын да жаздырып оқиды» деп өзара пыш-пыштайтын. Сондай білімдар адаммен қатар жүруді бала болсам да өзіме мәртебе санайтынмын. Әкем кітабын столға қойып, өзі орындыққа отырып тап жылмай оқитын. Күндіз 1-2 сағат, ал кейде түнімен отыратын. Шешем де кітап оқитын. Бірақ ол кісі жан тайып қарайды. Ұзақ уақыт жазушы шығармасына телміруге шыдамы жетпей ме? Қой, онсыз да шаруам көп. Жұмыс істейін. Бұл үйде менсізде бір қари бар. Ол қариға бала қари қосылды деп кітабын тастай салатын. Ылғи қызық кітаптарды өзің оқып, оны зып беріп кітапханаға апарып тастайсың. Оқығаныңды бізге де айтсайшы, дейтін әкеме.
Көкем сырт көзге тұйық, сөзге сараң болғанымен, бір шешілсе сөзге шешен тұғын. Шешен болғанда да тілін орынсыз беземей, оқыған кітабын ұғындықты етіп, әдемілеп айтып беретін. Қамар екеумізге қосылып, шешемнің де аузы ашылып, мұқият тыңдап қалатын. Әкем суретті де тамаша салатын. Дәптермен не бір керемет суреттерді салып беруші еді. Сурет пәнінен беретін көкемнің құрдасы Мұсабек ағай. Әкеңе 5 деп семіз бестікті бат етіп қоятын. Бұл әкеңе қойылған баға. Келесі сабақта өзіңнің суретіңді алып кел, деуші еді мұғалім. Сыныптастарымның алдында беделімді көтергісі келе ме, әлде құрдасын алдағысы келе ме, әкем кезекті үй тапсырмасына бар өнерін салмай кірісетін. Бәрібір Мұсабек ағай құрдасыма бұл жолы +3 деп менің күнделігіме өз бағасын сүйкей салатын. Ондай кезде айламызды тағы да асыра алмадық, енді қайтсек болады деп амалым таусылып, антарылып қалам. Әкемнің бұл суретшілік өнерін шешем жақсы пайдаланады. Шалым мақтап отырып, қатты кардон қағазға түрлі ою өрнектердің суретін салғызып, оны қайшымен қиып алатын. Сосын оны маталардың үстіне қойып, ою өрнекті айналдыра қарындашпен жүргізіп шығады. Ою ойып, көрпе тіккен ісмер әйелдің кейпіне еніп, тамаша туындыларын ауыл әйелдеріне көрсетуді ұмытпайды. Айғызау неше түрлі қошқар мүйізді, марал мүйіз, ай мүйізді қалай әдемілеп ойғансың, бізге де үйретші деп қатын қалаштар шешемді мақтап жататын. Ондай кезде әкем анамды қаумалаған әйелдерге қарап, миығынан ғана күліп қоятын. Жұрт таңдай қағып, үйден кеткенсін, апам жайнатып, дастархан жасап, біздерге дәмділеп шай береді. Әкем екеуі Семейде өткен студенттік шақтарын естеріне алып, шүйіркелесіп, үстел басында ұзақ отырушы еді. Мен 8-ші сыныпқа өткенде әкем жұмыссыз қалды. Дәрігер Ыбырай атанған көкем диқаншылықпен айналыса бастады. Өз ісіне ұқыпты, кейбіреулердей кірпиязданбай, қара жұмысқа білегін сыбанып кірісіп кетеді. Ақ халатын шешіп, қолына кетпен, күрегін алып, күн ұзақ бақшада тыңбай еңбек ететін. Қызыл белдің жомарт жері ерінбеген адамға жемісін аямай береді. Көрші қолаң көктемгі уақытта тұқымдықты бізден алады. Шешей, бір тиынға болса да сат. Қазір тегін дүние жоқ десе де, әкем сұрап келгендерден ақалмайтын. Ала жаздай бақшаның маңына жоламайтын біз, күзде ғана сол жақты торитынбыз. Тормай қайтесің, иісі мұрныңды жаратын балдай тәтті сарғайып келе жатқан қауындар көздің құртына айналып өзіңе тартып ақ тұрады. Сондай-ақ көршінің тауықтары бақшаға кіріп кетпесін, көз қырыңды сала жүр деген әжемнің тапсырмасы бар. Түс кезі болатын. Қыстық отын жинайтын қораның төбесіне шығып, бақша жаққа көз жүгірттім. Қияр мен қызанақ өсіп тұрған жақта ешкім жоқ. Қауын қарбызға да көршінің тауықтары түспеген. Тек бір-біріне арық бойы қарсы өскен сыбыртқы мен күнбағыс ортасында басындағы ақ кепкасы ағараңдап, біреудің төбесі көрінді. Бұл кім екен ей деп өкшемді көтеріп қарадым. Бойым жетер емес. Қап, құтылып кететін болды ғой деген оймен, апа, Қамар, бақшаға ұры түсті, ұстаңдар, ұстаңдар деп айқай салдым. Үйдегілер лезде атып шықты. Шешем ұрыны бірден таныды. Әй, Ыбаш, таста қолыңдағы картошканы. Құдай-ай, үйдегінің бәрін сатып бітетін болдың ғой. Қыста анау купи продай Гуля қатынға ет тасиды. Күзде бау бақшаны. Арақ 7 таңнан қалған аспай еді, қуалқаш, деді иығын жылып жеп. Қамар шешемнің бұйрығын күтпестен ұзыннан ұзақ өскен күнбағыс пен сыбыртқының арасына кіріп, бір шелек картошканы алып келіп, анамның алдына қойды. Әкемде үн жоқ, дыбыс шығаратын емес. Ей, тіліңді жұтып қойдың ба?
Шық ана жақтан, деді апам. Сосын қамарға үйден оқтауды алып шығуын бұйырды. Сәлден соң барып әкем шығып: не болды ей? Ақыр заман орнағандай зарлап. Сен қатынға бір жақпадым ғой. Сатсам өзімнің жаздайғы еңбегім. Шашап жүргенсін бір 50 грамм ішейін деп ем. Еңбегім? Ей, есі дұрыс адам еңбегін орыстың самапал жаман арағына айырбастай ма? Өз бала-шағаңның аузынан жырып отырғаныңа ұялсаң етті. Өз үйіңнен өзің ұрлап. Болды, айқайлама енді. Елден ят емес пе? Елден емес, өзіңнен ұял алқаш. Онсыз да жұрт сенің алқаш екеніңді біледі. Больницаның тегін спирті жоқ. Таңдайың құрғап жүр ғой байғұс. Әке бұдан әрі сөзге барыспады. Сенімен тәжікке селетін уақытым жоқ дегендей қолына күрегін алып, қиярға су салуға кетіп қалды. Мен болсам, қораның төбесінде мел шүйген күйі тұрып қалыппын. Бір сәт бақшаның арғы шетіне қарап едім. Үйдің есігін қарауылдауы тиіс болған көрші Шурик ағай еңбектеп өз бақшасына қарай бара жатыр екен. Сол күні олар жетім қыздың тойын жасай алмады. Әкемнің 40-ы өткеннен кейін шешем қатты ауырып төсек тартып қалды. Қызуы көтеріліп, суық терге малтықты. Тұла бойы құрысып, жүрегі солқылдап, әрең дем алады. Әдетте апамның аяқ асты ауруында бір еркеліктің нышаны байқалатын. Ыңқыл-сыңқылы ары кетсе, 1-2 күнде басылып кетуші еді. Я болмаса оның ауруын қонаққа барып, аз уақыттың ішінде жазып алушы едік. Бұл жолы жағдай қиын. Бірер күннен кейін тіпті жүріп тұрудан қалды. Әйелім екеумізден маза кетті. Папасыз қалған қоянның көжектеріндей бір-бірімізге үрпие қараймыз. Анамның мына күйіне жүрегім ауырып, жанымды қоярға жер табалар емеспін. Кеңсірігім ашып, көзімнің шарасына ыстық жас келді. Осы үйдің ендігі еркегі сен. Көз жасыңды маған, қатының мен балаңа көрсетпе. Өлсем, әкеңнің қасына барамын, деді шешем көзін жұмып жатып. Маған көз қиғын салмаса да, менің мүшкіл халімді сезіп жатыр. Әлсіздікті суханы сүймейтін шешей бар күшін бойына жинап, біздің қорқынышымызды жеңу үшін даусын зор айтып, сенімді мақаммен қатты үн қатты. Жарықтық әжең 50-ге келгенде Талдықорғанның базарынан 20 метр ақ бәтес алған ем. Ертерек алсаң, қара жерге түспеймін деп ақ кебін құдайдан тілеу тілейді екен ғой. Содан болар, енем 95 жасқа қараған шағында бұл фанимен қош айтысып, бақиға жүріп кетті. Араларында біраз жүрейін деп өзіме де ертерек алып қойғам. Әжеңе қарағанда ет жеңдімін ғой. Өзіме 25 метр шыт алғам. Бәтес табылмаған соң. Амал нешік, Құдай жанымды алғалы тұрған сияқты. Тек Құдай қорқылмай алса екен деймін. Тілім жаман ғой. Әкеңді алқаш жағың қарысып қалсын деп талай қарғыстап едім. Жағы қарсы бөлді ғой. Менің тегінде қарғысым қатты. Баяғыда үлкендер байыңның бетінен алған қатынды Құдай оңдырмайды деуші еді. Міне, енді Алла әкеңнің артынан мені де алайын деген екен. Қараш, сен маған еш ренжіме балам. Шешем мені жек көреді деп ойлайтын шығарсың. Жасық болмасын, елге есесі кетпесін деп саған ұрсам ғой. Бірақ бәрібір әкеңдей болдың. Мен өлсем, 4 әпкеңді керекте қылмайтын шығарсың. Есіңе сақта. Оларға қарайласпасаң, көрімде тыныш жатпаймын. Осы сөзінен кейін барып, көзін бір ашып, маған қарады да, әңгімесін қайта жалғады. Қараштай, қазір кімнің әпкелері байдан қайтып кеп жатқан жоқ. Арақ ішпей, темекі тартпай, намаз оқып жүрген қыз келжек кемде-кем. Қыз баланы қазақ қашанда сыйлаған. Лекер қанша ішсе де,
байы балалар бар. Басында үйі мен қазаны бар ғой. Қамар да әйтеуір жаман байымен кісі босағасында емес, өз шаңырағында отыр. Мұнда Әсем мен Бәтимаш қой байсыз, үйсіз күйсіз, сонысымен қоймай қамсыз жүрген. Бір күні оларға да ақыл кіретін шығар. Жастары 40-тан асты ғой. Ақыл кіретін уақыт болды. Балалары да өсіп қалды. Айтпақшы анау Алдаш ағаң сияқты қат тұрма. Қатынын ұрған еркек әсілі оңбайды. Құдай жолын оңғармайды. Алдаштың жарымай жүргені де сол ғой. Ауданда соғыс көрген бала ғой. Миы да дұрыс істемейді. Зәре құтым қалмай, шешемнің сөзін бөлместен бар айтқанын үнсіз тыңдап отырмын. Маған деген аналық мейірімін сыртқа әсте шығармайтын шешем жүрегімді елжіретіп жіберді. Мені ес көріп отыр емес пе? Сол күні шешемнің артқан жауапкершілігі мені есейтіп жібергендей болды. Оның ауыр халі де алаңдатты. Күн ұясына кіріп, кірпік ілер уақытта әр нәрсені бір ойлап ұйықтай алмадым. Кенеттен келген әке өлімі үрей туғызған. Қарсыз жердегі қазаға да шаңырағымызға жетіп келсе қайтпекпін. Қай сағатта көз ілгенім есімде жоқ. Қорқыныш үстінде әйтеуір ұйықтап кетіппін. Таңертең ұйқымнан шешемнің даусы оятты. Қараш, Айнұр, тұрыңдар. Арынов ағамның үйіндегі жеңгем балаларымен келе жатыр. Әкеңе көңіл айтпақшы. Тұра қойыңдар енді тездетіп. Өз көзіме өзім сенер емеспін. Жүзі сәл шаршаңғы болғанымен шешем бүгін ширақ. Еснеп тағы да көз шырымын алып алғым келіп еді. Апамның мына кейіпіне қарап ұйқым ашылып кетті. Денсаулығыңыз қалай? Дей бердім сасқанымнан. Мені Құдай алады деймісің? Тұр-тұрдан хабар келгенде ұйқыдан маза кетеді деген. Арыновтар келеді деймін. Түрегеліп қазанға салатын етіңді Айнұрға дайындап бер. Алла тағала көп көрмесін, шешемнің туыстары аз емес. Нағашылардың біразын танымайтыным да бар еді. Бірақ Арыновтар дегенді ет құлағым бірінші рет естіп отырғансың. Арынов кім дегендей анама сұраулы жүзбен қарадым. Арынов деген Молалыда тұрғанда етене араласқан садыр ішінде мен сияқты Малқар ағам болған. Мектепте бірге сабақ бергеміз. Сен ол кезде бар жоғы 4 жастасың. Есіңде жоқ қой. Сол ағайымның үйіндегі жеңгем ұл қызымен келе жатыр. Бөріхан ағам өзі қайтыс болып кеткен. Шешемнің бұл сөзіне селқостық танытып, алыспыр ағайын екен ғой дегендей жастығыма қайта жантая кеттім. Өй, түрегелсеңші, деді шешем. Даусы ренішті шыққанда естілді. Ұшып келмейтін шығар, дайындалып үлгереміз. Жата тұрайыншы, деймін еркелей. Қараштай, ұшып келеді, деп шешем қояр емес. Олардың дәу джиптары бар екен. Алдаш ағаңмен оқыған ұлы полицияда подполковник, қызы банкте бастық екен. Ойбу, ұмытып барам ғой. Ағаң мен лекер Бәтимашқа қоңырау шалайын. Келсін, кім біледі, ақшасы молырақ, тәуір жұмыс тауып бере ме? Бір елдің, бір жердің адамдары емеспіз бе? Шарапаттары тиіп қалар. Сен әкең сықылды болмасаңшы, кісіге жұғысты болу керек. Саған да кейін бір көмегі болып қалар деп шешем жүре сөйлеп, келесі бөлмедегі телефон аппаратына қарай беттеді. Төсектен тұрып, киіне бастадым. Телефон тұтқасына қолы жеткен шешем әпкеммен айқайлап сөйлесе жөнелді. Я, темір жолға таяу жерде тұрған Арыновтар, әйбат киініп келіңдер. Назеркені өзіңмен алып кел. Қалған балаларың байыңмен үйде қалсың. Керек емес. Қараштың домбырасы бар ғой, соны тартып берер. Айтпақшы, Бәтимаш қайт, балаларынсыз келсін. Ұлы аумаған наркоман, күйеу сияқты. Қызының көзі сықсиған, тура алқаш енесіне тартқан.
Жақсы, жақсы. Бала болғанда мен оларды жек көріп, бөлектеп отырғаным жоқ қой. Елмен бірге топырламасын дегенім. Келген елді күтеміз бе, әлде балаларды қойша қой деп қайырып отырамыз ба? Сосын Алдашқа звондап келсін деп айт. Қатыны керек емес. Ұлдарымен үйде отырсын. Өз ұлым келсе болды. Осылайша үлкен қызына тапсырманы беріп тастаған анам асхана жаққа барып, келіне бір шаруаларды айта бастады. Түс кезінде күткен кісілер сау етіп жетіп келді. Шешем, жеңешем-ай деп жылап көріскен Гүлдерхан апа жасы 70-тің бел ортасындағы ақ сары адам екен. Ұлы қапсағай денелі, қабағы бір ашылмайтын, сөзге сараңдығы жүзінен шығып тұрған дәу сары. Қызы менің лекер әпкеммен қатар оқыпты. Орта бойлы, қасы көзінен бастап тырнағына дейін бояп алған. Кербездене күлген күлкісі өзіне сондай жарасымды. Тек орысша тіл қатып отырды. Көптен көрмеген ауылдастарымызды төргі бөлмедегі үлкен үстерге жайғастырып, келіншегім екеуміз ағымыздан жарылып күтіп жатырмыз. Қазақы дағды бойынша бірінші дастарханға шай келді. Шайдан соң ет қойылып, артынша жиналғандар екінші қайтара сораптап ұзақ шай ішуге кірісті. Гүлдерхан апа мен балалары аса әңгімеге жоқ болып шықты. Сөз тізгіні көбінде шешем мен әпкемде. Бәтимаштың аграрлық университетінің экономика факультетін аяқтағаны айтылды. Білдей бір банктың департаментінде басшылық ететін Динаға мұндай жауапты қызметте қасыңда сенімді, жақын адамың болғаның дұрыс қой деп анам кеңес те беріп қойды сөз арасында. Тырнағы өрнектеле боялған кербес нағашы әпкем басын изеп күліп қана жауап қатқан болды. Гүлдерхан апа өткен кеткенге аз тоқталып, әкемді еске алып, өткен күннің жылы бір естелігімен бөлісті. Көңіл айтып келгенсін, марқұм жайлы бір ауыз сөз айтуды міндет санаған болуы керек. Өзін кінәлілау ұстаған ақсары кемпір дастарханға көп қол созбай кірпияздығын көрсетіп отырды. Әйелім меймандос көңілмен: "Астан алып отырсаңшы", деп еді. Асқазанына шағымданып, сөз соңын ризашылығын білдіре аяқтады. Подполковник мырза болса, біздің тараптан қойылған сұраққа қысқа жауап қайырғаны болмаса, әңгімеге араласқан жоқ. Көбіне көп қалта телефон шықлайды. Біздің отбасымызда келген қонақтарда альбом көрсету әдеті бар еді. Содан жаңылмай, көңіл айта келгендердің қолына 2-3 альбом ұстатып, үшеуін 3 жаққа бөліп алдық. Әйтсе де олар мұншама көп суреттерді көруге құлықсыздық танытып, көп бөгелмей қайтуға ыңғайланды. Тағы да отырып, бір шәугім шай ішейік деген өтінішімізге шаруаларымыз бар еді деп сыпайы жауап қайырып қоштасты. Алдаш ағам, мен шығарып салайын деп Арыновтармен бірге тысқа шықты. Дина бұрын орысша вообще сөйлей алмайтын, қазір үйреніп алыпты ғой, деді лекер ауылдастарымыз кетер кетпестен. Мама Динаға Бәтимашты жұмысқа алсаңшы дегендей неменеге емеурін таныттың, өзінше болып қалды ғой. Почтадан гөрі банкте ақша тәуір емес пе? Бәтимаш көбірек ақша тапсын дегенім ғой. Бәтимаш: "Ой мама, ауылбайский заманыңды қойшы, көмектесетін адамға ұқсамайды. Мақтану үшін келген сияқты ғой." Айфонын қайта сумкасынан алып шығып көрсете берді. "Кстати, Бәтимаш, Дина ажырасқан екен. Маған бағана тысқа шыққанда жігіт тауып берші" деді. Құрметті тыңдаушылар, 2 бөлімнің соңы. 3 бөлімді тыңдау үшін, ол үшін менің арнама тіркеліп, 3 бөлімді күтіңіздер.